мен Назарбаевтан сұхбат алғым келді негізі. Ертең біздің ұрпағымыз сіздің де басыңызды көрден қазып алып доқ тебеді, менің де тебеді. Билік пен журналисттің арасындағы кәсіби дистанция қандай болу керек? Жақындамау керек бір-біріне. Мүлдем. Журналист ондай сый-сияпат алуында болмайды. Ол журналистика этиканың басты мәселесі сол енді. Сөз бостандығын көбірек сезіндік дейтін кезең болды ма? Біздің саяси тарихымызды жазуға рұқсат жоқ. Бәрі көрпесін жамылып алып үйінде жатыр қазір. Армысыздар, бұл Жүз медианың ақ студиясы. Бүгінгі біздің спикеріміз журналист Асылхан Мамашұлы. Асылхан аға, студиямызға қош келіпсіз. Рахмет. Қазақ журналистикасында кенже қалған зерттеу жанрын жандандырып, қилы кезеңнің 12 бөлімін шығардыңыз. Бұл жобаны жасауға не түрткі болды? Жалпы бұл тақырыпты бұрында Азаттық радиосында жүрген кезде өзім жазып жүрген, зерттеп жүрген тақырыбым болатын. Сондықтан ішкі дайындығым бар. Өйткені кездейсоқ келген жоқпын деген мағынада. Одан кейін жалпы бұл қилы кезеңде қамтылған мәселе Совет өкіметінің құлайтын шағымен 95 жылғы жаңа Қазақстанның жаңа конституциясы қабылданға дейінгі аралық. Енді құлайтын шағы дегенде 85 жылдан бастап алдым, өйткені Горбачевтың қайта құру саясаты жарияланды, Совет өкіметін ыдыратқан Горбачев қой. Осы аралықтағы қоғамдық саяси оқиғалардың бәрін қамтып шыққым келді, өйткені себебі бұл біздің тәуелсіз Қазақстанның саяси тарихында айтылмаған әңгімелер көп оның ішінде. Саяси тарих деген сөздің өзі бізге біртүрлі шамалы жаттау естіледі, өйткені бізде тек қана ресми биліктің өзінің бекітіп берген тарихнамасы бар, тарихы бар, соны ғана жастар, балаларды оқиды, өзіміз де соны оқыдық. Бірақ тасада жатқан нәрселер өте көп. Біз оны зерттеген кезде, тәуелсіз журналист ретінде зерттеген кезде өзім көп нәрсе байқадым және таңырқап қалдым. Сондықтан осы мәселенің бәрін бір басын қосып, бас аяғы бүтін бір дүние жасап қойдым келді. Өйткені өзімде әр кезеңде мақала жазсам, мысалға теңгенің қалай қабылданғаны туралы мақала жаздым. Бірақ мен алдында жоғарғы кеңестің қалай таратылғаны туралы мақала жазған жоқпын. Оны бөлек зерттедім. Яғни екеуі бір-біріне қабыспайтын. Соның бәрін бас аяғын түгел хронологиясымен қалай болғанын түгел айтып шыққым келді. Сөйтіп осыны бастап кеттім. Бұл енді басында біз соншалық үлкен жоба болады деп ойлағанымыз жоқ. Жалпы идея әйтеуір қалай болса да айта берейік. Әйтеуір халық көрсе көрер, көрмесе жайына қалар деп сөйтіп бастап кеткенбіз. Енді ықыласы жаман болған жоқ халықтың. Біршама адамдар көрді, сұраныс та бар екен. Соны енді 85 жылы Горбачев келген кезден бастап қамтыды деп айттым ғой. Бірақ сол кездегі басқа да қоғамдық саяси мәселелерді айтқым келді. Мысалға, бір 82-ден бастадық, турасын айтқан кезде, ол қысқаша өтіп кетті. 82 жылы Брежнев өлген кезде біздің ақындарымыз қалай жоқтады деген әңгімеден бастаған. Соны соңына шейін жеткіздім. Өйткені біздің қоғамда идеология қалай өсті, қалай дамыды, қалай қалыптасты, қалай жүрді дегенде сұраққа жауап беру керек. Және сол үшін кейін өзімде біраз сынға қалдым. Неге сен ақындарды ғана айтасың деген сияқты, жазушыларды ғана айтасың деген сияқты. Бірақ советтік идеология өте қатаң жүрді уақытында, сондықтан оны айту керек болды. Осы қилы кезеңді дайындау барысында сізді таңғалдырған немесе бұрынғы көзқарасыңызды өзгерткен деректер болды ма? Маған бұның ішінде қызық нәрсе өте көп болды шыны керек. Бұрында зерттедім деп айттым ғой, бірақ өзім байқамаған нәрселер көп екен. Қайта зерттеген кезде және кейбір материалдарды ары шұқылаған кезде өзің байқамаған нәрселерді тауып аласыз. Мысалға, көп адам біліңкіремейді, бәрі 86 жыл желтоқсан оқиғасынан басталды деп ойлайды. Шын мәнінде олай емес қой. 86 жылы ақпанда съезд болды. Қазақстан Коммунистік партиясының съезі болды. Сол съезде Қонаев кету керек тұғын негізде. Қонаев сол кезде 75 жасқа толып отырған. Өзіңіз ойлаңыз, 75 жаста ол қайтадан Қазақстан Компартиясының бірінші хатшысы болып сайланамын деп сол кезде ынталы болды ғой. Ол сайланды ғой және. Ол сайланбау керек болған сол жерде мысалға. Орнына Назарбаев келу керек болған, бірақ соның алдында бір оқиғалар әсер етті де, кім кетпей қалды? Қонаев кетпей қалды. Неге кетпей қалды? Сол съездің үстінде белгілі болды. Съездің үстінде оны Назарбаев сынады. Мысалға, Назарбаев өзінің тікелей шәкірті, өзі өсірген, өзі алып келе жатқан, соны орныма қоям деп дайындап отқан адамы, соны өзі съезде сынады. Одан бөлек Қызылорда облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы Еркін Әуелбеков сынады мысалға. Мен осы сындардың бәрін түгел көрдім. Баспасөзге шыққан сол кезде. Және бір жақсы жері баспасөзде тұр. Тек қана архивте емес, ол баспасөзде тұр.
соны барып ежіктеп парақтап әр сөйлеміне шейін үңіліп қарап шыққан кезде көп нәрселерге басқаша қарадым. Кейбір мәселелерде мысалға Олжас Сүлейменовке байланысты. Өзім Олжас Сүлейменов туралы кезінде мақала жазғам, Азиядан Нұрияға дейін деген. Өйткені кезінде ол кісі Азия деген кітап шығарды ғой. Совет өкіметінде ең даулы болған кітап. Содан кейін Назарбаевтың тұсында ол Назарбаевқа қызмет етті деп айтуға болады. Өйткені Назарбаевтың саяси жүйесіне кірді. Енді содан кейін кішкене адамды ептеп бір күдікпен қарайтын бір көзқарас пайда болады. Мен мысалға аса бір қатты ұнатқаным жоқ негізінде. Иә, ғылыми тұрғыдан, ғылыми салыстырудан еңбегі бар. Бірақ енді мен ол кісінің қоғамдық жұмыстарын жақсы біліңкіремейді екен. Сол кезде мысалға мен ғана емес, мен өзім жаныма ештеме қоспауға тырыстым. Қалай мәлімет таптым, мен солай ғана айта бердім болды. Және бәрін хронологиясын айтқан кезде өзі картина көрінеді. Сонда көрермендердің реакциясынан кейін байқадым. Сонда көп адам жазды. Біз Олжас Сүлейменовті бағаламай жүр екенбіз. Бұл кісіні біз ұнатпай жүр едік. Сөйтсек бұл қазақ қыз жұмыс істеген адам екен, еңбек сіңірген адам екен деп сөйтіп айтып қалды. Сонда мысалға саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау деген мәселені ең алғаш көтерген біреу емес, бірегейі осы Олжас мысалға. Семей полигонына байланысты жұмысын жұртта былай да біледі ғой. Ал енді уақытында бізде мысалға Мәскеуде көтерілді. 87 жылдан бастап Мәскеуде саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау деген мәселе қатты көтерілді және диссиденттер, саяси тұтқындардың бәрі ақтала бастады. Бірақ Қазақстанда ешкім үндеген жоқ сол кезде. Ешкім үндеген жоқ. Өйткені біріншіден бізде желтоқсан оқиғасы болып жатқан. Соның ызғары, одан кейін қуғын-сүргін болып жатқан. Бірақ сол аралықта Олжас Сүлейменов осы мәселені көтерді. Осы мәселені көтеріп, ең бірінші Мұхтар Әуезовтің 70 жасқа толған мерейтойы ма, 70 жылдық мерейтойы ма, ұмытып қалып 75 па. Сонда ол кісі сөйлеп, алғаш рет осындай мәселені көтерді. Одан кейін еңбектері зор еді, шынына келген кезде. Бірақ бәрі дұрыс енді, көп нәрсесі дұрыс болып кетті. 94 жылы жоғарғы кеңесті екінші рет таратты ғой. Ғазиз Алдамжаров сол кезде төраға болу керек болған. Түскен кандидатурасын ұсынған, жеме-жем келгенде өтіп те тұрған ол кісі. Бірақ Ғазиз Алдамжаровтың өтуіне Назарбаев қарсы болды. Ал енді депутаттар Ғазиз Алдамжаровты қолдады. Сол кезде Олжас Сүлейменовтің партиясы болатын, халық конгресс дейтін. Сол адамның партияның 25 депутаты болатын сол кезде жоғарғы кеңесте. Олар бір күн бұрын алдында келісіліп отырған, біз Ғазиз Алдамжаровты қолдаймыз деп. Сайлаудың кезінде Ғазиз Алдамжаровты қолдамай қойды ғой. Соның есебінен орнына басқа адам сайланды. Соның есебінен кейін біздің тарихи бағытымыз қатты өзгеріп кетті. Сондықтан ондай әсері бар. Ол нәрсені айту керек. Мен таңдандырған нәрсе сол. Енді одан басқа таңдандыратын нәрселер көп. Мысалы, теңгеге байланысты. Теңге қалай қабылданды? Теңге 93 жылы 15 қарашада теңге айналымға енді, керемет болды деп айта саламыз да. Біз тәуелсіздікті қашан алдық сонда? 91 жыл алдық қой. 2 жыл біздің өзіміз ақшамыз болған жоқ. Қараңыз, сіз тәуелсіз мемлекет боласыз, бірақ ақшаңыз жоқ. Және ең бастысы, бізге теңге қажет жоқ, ақша қажет жоқ деп отырды өкімет. Бізге өкімет біздің өкіметіміз айтты, Назарбаев бастап өзі айтты. Бізге ешқандай ақшаның қажеті жоқ, біз Ресейдің ақшасында отыра береміз деп. Қазір уақыттан қарасаңыз, анаға сыймайды мысалға. Қалай сіз өзің мемлекет боласыз, бірақ бізге ақша қажет жоқ деп қалай айтасыз? Кез келген мемлекет айтады, біз құрылдық, біздің енді ақшамыз болады, әскеріміз болады, басқамыз болады деп айтады. 90 жылы егемен декларациясын қабылдайтын кезде, Қазақстанның егемен декларациясы бар ғой, 90 жыл 25 қараша ма? Қазанбет сонда декларация қабылдайтын кезде жазады, сол статьясы бар. Үлкен дау болған. Қазақстанға әскердің қажеті жоқ деп. Әскердің қажеті жоқ, Ресейдің әскеріне отыра береміз біз деп. Соның кейін қорлығын көрді ғой. 91 жылы тамыздың 20-сы, 19 мен 20-сы аралығында, 18 мен 20-сы аралығында тамыз бөлігі болды. ГКЧП дейді орысша. Сол кезде Назарбаев не істерін білмей қалды ғой. Назарбаевты қорғайтын әскер де болған жоқ, полиция да, милиция да болған жоқ, ешкім болған жоқ шын айтқанда. Офис ашық тұрды ана жерде. Алдында күзет көп болса 5-6 адам болған шығар. Ешкім жоқ. Сонда Назарбаев не істерін білмей қалды. Соны өкінді, артынан кейін баяндама жасады артынан. Ол кездегі Назарбаевты көрсеңіз, мүлдем басқа Назарбаев. Алдында Назарбаев, басқа Назарбаев. Сонда баяндама жасады. Қазақстанның өзінің әскері болу керек деп айтты. Біз кеше көрдік, бізді ел қорғайтын ешкім болмай қалды деп. Елдің басында күн туған кезде әскер болмай қалды ғой. Бірақ сен кезінде өзің қарсы шықтың ғой соған. 90 жыл не бар, 1 жыл бұрын ғана бізге әскердің қажеті жоқ деп айтқан болатын. Мысалға, осының бәрі бүгінгі уақыттың
биігінен қарасаңыз кішкене таңғаларлық жағдай. Жаңа теңгеге байланысты сондай. 2 жыл бойы бізге теңге қажет жоқ, ақша қажет жоқ бізге. Ресейдің ақшасында қала береміз деп. Және Ресей ең қызық жері Ресейдің өзі қуат қайта-қайта. Кетіңдер, өздерінің ақшаларын шығарып алыңдар, бізге қажеттерің жоқ сендердің. Рахмет, жоғалыңдаршы, көзімізге көрінбей дейді. Жоқ, оған Қазақстан қайта-қайта барады. Қайта-қайта бізге ақшаларынан беріңдер, рубльден беріңдер. Сол жарайды, олар шет жағасын береді. Әйтеуір өздерінің жоғары жақта Мәскеуде таныстары бар, өйтіп ақша алып келіп, халыққа ақша беріп жүреді. Сол кезде есіңізде болса енді, сіздер кішкентай шығарсыздар. Халыққа беретін ақша болмай қалды ғой. Бәрі айырбас, анау қойға бір бөтелке арақты айырбастайтын кезде сол өйткені ақша жоқ халықтың қолында. Өйткені ақшаның бәрі Ресейде. Бұл аяғы үлкен не болды ғой, қаржылық қиындыққа келді ғой, Қазақстанның ақшасының, дүние мүлкінің бәрі шетелге кетіп қалды, сутегінге кетіп қалды. Бізде қазір айтатын мысалға да, осы нәрсені әлі күнге дұрыс баға берілген жоқ. Қазақстан сол кезде өте жағдай қиын болды. Одақтас республиканың ішіндегі ең нашар экономикасы дамымаған, артта қалып кеткен республика болды. Сондықтан біз қиын жағдайда болдық деп айтады. Олай емес. Қазақстан экономикасы Украинадан кейін үшінші болатын. Ресей, Украина, Қазақстан. Қалғандар содан кейін болатын Совет одағының кезінде. Біздің экономикамыз жақсы болды. Оны кез келген мәліметтен алып қарасаңыз тұр оның барлығы. Бірақ өзіміз соны қолданып үйреттік қой. Айтайын ба сізге себебін? Ол былай. Бізге ақша қажет жоқ. Ресейдің ақшасымен отыра береміз деп, Ресей не істеді? Ол Ресей инфляцияны жеңе алмайды. Оларды да бәрі быт-шыт болды. Тек қана бізде ғана емес, Ресей бүкіл одақтас республика солай жатқан кез ғой. Балтықты оспаған кезде. Олар отырды да бір күні ақша шығарады өздері. Өздері жаңадан рубль шығарады. Рубльмен отырады, бірақ жаңа банкноттар шығарады да, бұрынғы банкноттар жарамайды. Сіздің қалтаңызда тұрған банкнот ертеңнен бастап жарамайды деп мен айта саламын. Мынау менің банкнотым. Болды, менің ақшам жарайды, сіздікі жарамайды. Халықтың қалтасында ақша не істейді? Ал сізде жарап тұр ақша. Бүкіл одақтас республикадағы, сол кезде әлі ақшасын шығармаған республикадағы сабан ақша дейді. Соны жұрттың бәрі ешкімге керек болмаған үйде жатқан фантик қой. Чемоданға салды, келді. Қазақстанда не бар? Тұз сатыла ма сіздерде? Тұз болса, бір вагон тұз сатып алып кете салады. Күкірт сатып алып кетеді мысалға. Ең тұрмысқа қажетті қандай зат бар, сабын бәрін сатып алып кетеді. Біз соның кесірінен мен өзім көрдім ғой несінен. Қаншама неден кедейінен сол кезде есептей беріп жатады. Бір вагон сабын ұстадық дейді мысалға. Не істейді ол сабынды мысалға? Ешкімге керегі жоқ. Өйткені ол бәрібір ешкімге керек емес ақша ғой. Сондықтан Қазақстанға келіп жатса, әйтеуір сабынды әйтеуір бір жерге жаратады ғой апарған жаққа. Сол сияқты тек қана ол сабын емес қой. Біздің Қазақстанда қаншама зауыттар болды, қаншама технология болды. Соның бәрін вагонмен бәрін тасып кетіп қалды. Біздің әскери ұшақтарымызды ұрлана бастады сол кезде. Бәрін сутегінге сатып кетті ғой. Ол бір ғана осы өз ақшамызды шығармаған, 2 жыл бойы ақшамызды шығармай ұстап отырғандықтың кесірі осы. Осыны жоқ, бұл тоқырау емес, бұл күйреу. Бұл Қазақстанның күйреуі болатын. Біз өзіміздің экономикамыз қолдан шашып тастадық осылай. Оның бірден бір себебі, негізгі себептердің бірі ақшамызды шығармай отырғандығымыз. Осыған әлі күнге баға берілген емес мысалы. Әлі күнге баға берілген емес. Жұрттар ойлайды барлығы, 90-шы жылдар қиын болды, жалғыз бізге емес, ол бәріне қиын болды деп айта салады. Жоқ, қолдан жасаған қиыншылықтарыңыз ғой барлығы. Осыны ғылыми тұрғыда зерттеп айту керек әлі күнге. Бұл енді тек бір серияда ғана айтылған әңгіме ғой. Осыны мен хронологиясымен жасап шықтым. Мысалға, осы сөздің өтірік екендігін айтам, дәлелдеймін дейтін болса, мен сол 10-шы бөлімде осыны айттым. Сонда барлығын газетте қай оққа шықты, хронологиясымен қай күні кім не деді, соның барлығы тұр ішінде. Қай газетке шыққан, Қазақстан делегациясы қашан барғаны, ең соңында барған кезде маңдайынан тоқ ұрады, бол, сіздер жоқ ақша дейді. Сосын айтады, кетіңдер енді болды дейді. Кетсеңдер енді кет дегеннен кейін деп айтады да өзі. Содан кейін амал жоқ, сол кезде ұлттық банктың төрағасы отырды ғой, кім деген кісі, жарайды, атын айтпай отқан вице-премьер Дәулет Сембаевтың видеосы тұр ғой, біздің кінәміз жоқ дейді, Ресей біз шығарып тастады дейді, не істейміз енді? Сондықтан амал жоқ, енді өз ақшамыз жарамыз дейді мысалы. Міне бұл кәдімгі үлкен осындай қолдан жасалған қиындық болатын. Енді осыны бүгінгі айтсаң ешкім сенбейді мысалға. Бір болып кеткен нәрсе, әшейін бір бола салған нәрсе сияқты дейді. Енді қараңыз, мен бұл тақырыпты немен байланыстыратындар. Сол жоқшылық, тапшылық, дым жоқ кезде біз оқыдық қой студент болып.
заңда жоқ, полицияның өзі рекет болып кеткен заман. Кімнің біреудің басында бас киім киіп баратса, құндыз бөрік киіп баратса, соның басынан тартып алып кетеді. Өйткені халықта ештеме жоқ, дым жоқ. Зорлық, зомбылықта жаңағы қазіргі айтып жатыр ғой сол кезде, жаңағы заңның жоқтығынан қазақтың қыздары қалай зорланғанын, қорланғанын айтып жатқандарды естіп отырмын. Мысалға біреулер жазып та жатыр соның бәрі. Шынымен айна қатесі болған нәрсе соның бәрі. Өйткені заң болған жоқ ол кезде. Тәртіп болған жоқ, ешқандай полиция деген болмайтын. Болса да қазір апарып қамап тастап 15 минуттан кейін шығып кете беретін. Ақшаны бересің, шығып кете бересің. Сондай заман болды. Енді сол қилы кезең ішінде сондай оған да уақытта бір сериясын арнадым. Сол кезде жекешелендіру қалай жүргендігі, жалпы жекешелендіру деген мәселені әлі де зерттеу керек. Бұл жекешелендіру дегеніміз талан-таражға салу деген болатын. Біздің енді бүгінгі байларымызды білеміз ғой, кімнің қалай байыған шамамен. Таза өзінің кәсібімен, бизнесмен байығандар да көп, бірақ алғашқы миллиондарын сол кезде жасағандар өте көп. Совет кезінде бәрі қоғамдық, мемлекеттік меншікте болды. Соның бәрін талан-таражға салып жекешелендіру болды ғой. Заңды жолмен, заңсыз жолмен. Мен сізге тағы бір мысалын айтайын ба осыны? Айтыңыз. Мысалға былай. 93 жылы жоғарғы кеңестің өзінің құрамында бақылау палатасы деген болған. Оны мен жаңа сізге айтқан Ғазиз Алдамжаров деген кісі басқарған. Ол Атырау облысының әкімі болған. Атырау облысы, Гурьев облысының әкімі деп айтады. Оған Атырау және Маңғыстау облысы кіреді сол кезде. Оның өз сөзі де бар, ютубта толып жүр. Назарбаев маған ана қол қоясың деп айтты. Мен қол қоймаймын оған, өйткені оның кезінде Совет үкіметі оған миллиардтар салып инвестиция салған мұнай кенішін Ресей шетелдіктерге тегін беріп отыр. 300 миллион долларға деп. Мен қол қоймаймын оған деп айттым деді. Ертең біздің ұрпағымыз сіздің де басыңызды көрден қазып алып доқ тебеді, менікін де тебеді. Мен қол қоймаймын деп айттым деді. Сөйтіп қол қоймағандан бірден алып тастайды орнынан алып тастаған. Бірақ ол депутат болатын жоғарғы кеңесте. Жоғарғы кеңесте бақылау палатасы деген болды. Мен сізге бір өте қызық нені айтайын. Бақылау палатасы тек жоғарғы кеңеске қарайды. Ол жерде 360 депутат бар. Солар өздері бақылау кеңесін құрады, өздері соны тыңдайды, бақылау кеңесін естейді. Анау үкімет не істеп жатыр, бәрін тексереді. Қарап отырады. Сен жерде былай істеді, мынаны сутегінге сатып жіберді, мына жерді бүйтіп жіберді, мына жерді қалтасына басып кетті, бәрін есептеп отырады. Соның бәрін есебін шығарып 93 жылы менде мәліметте тұр. Қазан айында 24-не парламентте алғашқы тыңдау болған. Ал Ғазиз Алдамжаров жолдас, бүгін не айтасыз дейді енді. Сіз не мәселе айтпақсыз? Сонда айтады, мен осындай бір жыл бойғы үкіметтің не істегені жөнінде қорытындысын шығарам. Мынандай құжаттар бар, мынандай алаяқтықтар бар. Айтам дейді осыны. Жақсы, айтасыз, ертеңнен бастап келесі аптада тыңдау болады деген кезде жоғарғы кеңес таратып жіберді Назарбаев. Мысалы, осындай нәрселерге бұл жай ғана айтыла салған сөз болғанмен, бұның бәрі деталь ғой ар жағында жатқан. Қазсаң талай нәрсе шығады да, бұл әлі біздің саяси тарихымызда, саяси тарихта бір зерттелу керек. Одан кейін біздің экономистер зерттеу керек бұл мәселені. Біздің ақшамыз сол кезде қайда кетті, мүліктер қалай бөлінді, жекешелендіру қалай жасалды. Осыған ғылыми зерттеу жоқ қой бізде қазір. Ол жоқ. Мен жоқ болатын себебін айтайын ба сізге? Жоқ болатын себебі біздің саяси тарихымызды жазуға рұқсат жоқ. Ол кезде айтуға рұқсат жоқ. Мысалға, мен осы кезеңде 90-шы жылдардағы саяси оқиғаларды зерттеген, соған арнайы ғылыми диссертация жасаған адамдар бар ма деп іздедім. Жоқ. Бәрінің айтатыны жаңа 91 жыл тәуелсіздік алдық. Құдай аспаннан берді, бәрі рахат болды. Елбасымыз әкеп тамаша заман орнатып берді деп айта салады болды. Ар жағында құйтырқылықтарын ешқайсысын айтпайды, өйткені оны айтатын болсаңыз, сізге ғылыми диссертацияңыз қорғатпайды. Сондықтан ғалымдар ол жаққа баспайды ондай. Ыза жері баспайды. Ал бассаңыз, сіз бәрі қорғай алмайсыз ғой. Мен білетін нәрсем сол заманда 2000 жылдар бір кісі жазды. Осындай саяси тарихқа байланысты осындай қызық, жақсы дүниені жазып шығып, бірақ кітабын өзі өртеп жіберді. Өзі өртеп жіберген. Қорыққаннан өртеп жіберді. Өйткені оның қуындайтынын білді, шет жағасын қысымды сезді ол. Ал енді былай жалпы тәуелсіз баспасөзде бұл енді аздап болса жазылып жүр ғой. Бірақ бұны үлкен ғылыми деңгейде алып қарау керек та. Ал мен жасағаным бұл тек соның бір алғашқы шарты деп айтуға болады. Бірақ бір нәрсе бар. Мен 85 жылдан 95 жылға дейінгі аралықтағы бүкіл саяси оқиғаларды бүкіл демек 90%-ын қамтыдым деп айта аламын.
ірі оқиғалар. Енді одан басқа қаншама ұсақ оқиғалар қалып кетті ғой. Сондықтан саяси тарихымыздың негізгі жүргесі мұнда бар. Енді болашақта жасайтын тарихшылар оны осы жерде өздері пайдаланар, немесе оларға бір жақсы көмек болар, әйтеуір осындай бір дүниеге жарайтын шығар деп ойлаймын. Қилы кезеңді жалғастыру жоспарыңызда бар ма? Жалғастыру жоспарда негізі жоспарда бар. Бұйырса бір 2-3 жылдан кейін қайтадан қолға аламын. Бірден емес. Өйткені оны зерттеуге шамалы өзім әуелі қарап зерттеуім керек. Ол енді отыра қалып жасай беретін дүние емес. Оны кітапханаға барасыз, өзіңіз қарап, бүкіл оқиғалардың бәрін қарап, солардың байланысын түгел зерттеп, мәліметтерін бәрін жинап, содан кейін барып жасау керек. Ол үшін кем дегенде 1 жыл кітапханада отыру керек. Содан кейін бастау керек. Және оған енді әрине бірінші ақша керек. Ақша болмаса әрине жасай алмайсыз ғой. Бірақ енді кейде байқаймын, көптің де бір несі бар сияқты, қызығушылығы бар сияқты, бір ақшада тауып қалатын сияқты. Егер тауып жатса, осы 1 жылдың көлемінде ме, 1 жылдан кейін ба, мен бастауға өзім іштей дайын жүрмін қазір. Маған да қызық тақырып. Қай кезеңге дейін зерттегіңіз келеді? Негізінде бүгінге шейін әкеле беруге болады. Өйткені ол не ғой? 95 жылмен тоқтады. Өткен себеп 95 жылда жаңа конституция қабылданып, Назарбаев толық билікті қолына алды. Әрі қарай не істеді деген сұраққа тағы да жауап іздеу керек. 95-тен кейін не істеді? Жақсы конституцияны қолға алды. Жақсы, біз соның бәрін тізіп қайтадан жасап шығамыз. Одан кейін президент сайлауына қалай қатысты, мысалға Серікболсын Әбділдинді қалай жеңді, мәжілістің төрағасы не себептен өліп қалды аяқ астынан мысалға да. Сосын бүгін кеше Аманат партиясы тарап кетті ғой, өз-өзіне қол салды ғой кеше Аманат партиясы. Әділетке қосылды. Иә, сол партия қалай құрылды мысалы, не себептен құрылды, оның идеясы кімден шықты. Басында негіз жақсы идея болған ол. Оны бірінші Отан партиясы деп құрды, идеяның авторы Ақтөбеден сайланған депутат Марат Оспанов деген кісі болатын. Өте білімді адам, мықты финансист, және өзінің жоспарда болды. Мен премьер-министр боламын деген болатын Қазақстанның. Премьер-министр болатын сіз шешпейсіз ғой, оны Назарбаев шешеді. Бірақ ол Назарбаевтың бет-жүзіне қарамай сөйтіп айтып тастаған кездер болатын. Енді ашық айтпағанмен сұхбатында айтты, мен премьер-министр болғым келеді деп айтты. Сондай амбициясы күшті болатын да, соның кесірін көрді кейін өзі. Сол жақсы идеямен басталған нәрсе, соның бәрін зерттеу керек. Аманат партиясының арғы жолы, бұған дейінгі жолы, трансформацияларын бәрін зерттеп, және кімнің қандай үлес қосқанын анықтауымыз керек. Және анықтаймыз оған, Құдай қаласа. Өйткені бұл партия басында идея ретінде жақсы құрылғанымен, Қазақстанда саяси жүйенің партиялық жүйеге ауысуына мүмкіндік берген жоқ ешқандай да. Біз осының бәрін зерттеуіміз керек. Не себептен бермеді, қай уақытта кім не істеді деген сұрақтарды. Сосын 2000 жылы қызық оқиғалар болды ғой, мысалы. Жас түркілердің не істеп айтады, қарсылығы дейді. Енді Әблязовтардың шыққаны, Жақияновтардың шыққан кезі ғой. Үкіметте жүрген бірнеше министр, сосын жаңағы бизнесте жүрген адамдардың бәрі қосылып, үкіметке қарсы болғанда олар және өте бір қызық жағдай. Біз үкіметті аударып тастаймыз деп айтқан жоқ қой. Өздерінің бағдарламасын жариялады, өздері партия құрды. Және біз арғы бірлесіп жұмыс істей береміз деп айтты. Конструктивті оппозициямыз деп айтты. Бірақ соның бәрін туталақайын шығарды ғой. Егер сол кезде туталақайын шығармай, сол кезде соны дұрыс түсініп, дереу сол бағдарламамен қабылдап, солардың айтқанымен де келісіп жұмыс істеген кезде Қазақстан мүлдем басқаша болатын еді ғой. Қазіргі мына тірліктің біреуі болмайтын еді мысалға. Конституцияны күнде құбылтып өзгерту, біресе былай өзгертіп, біресе былай өзгертіп, бір анаған жабысып, мынаған жабысып, мұндай нәрсе болмайтын еді. Біздің тарихи мүмкіндіктеріміз болды ғой қолымызда. Бірақ соның бәрін уысымыздан шығарып алдық. Енді қазір соның қайтадан жасаған болатынбыз, ол қалай нәтижесі қандай болады, ол бір Құдай біледі. Журналистикасы тәуелді елде демократия құру мүмкін бе? Жоқ. Ол мүмкін емес қой. Былайда біз енді батыстың жаңағыдай көзқарастарымен қараймыз ғой кейде. Енді тіпті батыстың көзқарасы демей-ақ қойын, сыншыл көзқарасы демей-ақ қойын батыстың. Өзіміздің Ахмет Байтұрсыновтың айтқан сөзін білесіз. Газет халықтың көзі, құлағы һәм тілі дейді. Егер сен газеттің көзі мен құлағын һәм тілін болса, кесіп тастаған болсаң, одан сен не күтесің онда? Өзің мысалға баспасөздің еркіндігі деген мәселе қазір. Осы мәселеге келетін болсақ, біздің Қазақстанның баспасөз еркіндігін
шекарасыз репортерлер деген қоғамдық ұйым бар ғой, халықаралық ұйым. Солар қазір биыл 26 жылы 149 орында деп белгілеп қойды. Қараңыз, 140 әлемде 200-дей мемлекет болса, солар бақылайды бәрін. Кім не істеп жатыр, қай шамада жүр бұлардың деңгейі дегенді бақылайды. Және олар біз емес қой, олар сырттан бақылаушы адам, олар әлдеқайда әділ баға береді. Солар бақылады да бізге айтады 149 орындасыздар дейді. Мысалға 149 орында болсақ, онда бұл дабыл қағатын жағдай ғой негізінде. Егер сол шекарасыз репортерлер сол күні 149 орын деп хабарласқан күні оларға жүгіріп жетіп баруымыз керек қой біз негізі, біздің өкімет. Неге біз 149 орындамыз? Неге бүйтіп айтып отырсыздар? Кәне біз араласайық, осыны түзейік, бірінші орынға шығайық деп айтпаймын ма мысалға? Бірде-бір реакция жоқ. Баспасөзде еркіндік болмаса, ол елдің экономикасы да дамымайды. Ол елдің мәдениеті де дамымайды. Ол көзі мен құлағы кесілген елдің қай жері дамиды. Қазір қарайсың, өте бір аянышты да, жасағысы келеді, мысалы, былай қарасаң, өкімет жасап жатырмыз дейді. Мен өкіметті сынағым да келмейді кейде. Жасап жатыр ғой, қайтсын деп айтқым келеді. Бірақ сен көз мен құлағын байлап тастап жұрттың сен қайтып жасамақшысың мысалы. Еститін үкімет деп жариялайсың өзің. Еститін үкімет болсын саған біреу айту керек қой. Біреу айтса естисің, айтпаса неңді естисің сен. Сонда отырғанда еститін, сонда ана жаңағы YouTube каналдарға шығып жатқан әркімнің сұхбаты ма жаңағыдай? Саржағал басылымдарды. Кейде намыстанасыз осыған ше. Сондықтан еститін үкімет жасағыңыз келетін болса, онда баспасөзге қысымды толық тоқтату керек. Толық еркіндік берсеңіз, елімізде дамиды. Экономикасы да дамиды, мәдениеті де дамиды, бәрі дамиды. Мысалға бізде бұлайда біздің боксшымыз Өзбекстанның боксшысына жеңіп қалса, жүрегіміз жарылып кетсе де не қатты намыстанамыз ғой. Бүкіл қазақтың намыстан өртеніп кете жаздайды ше. Ана біздің боксшымыз Өзбекстаннан жеңіп қалыпты. Ең болса боксшымыз әлем чемпионатында күміс алып қалып десе, неге алтын алмайды деп соған қатты қынжыламыз ғой біз. Біз неге 149 орында тұрмыз деп қиналмаймыз? Пақ етіп жарылып кетуіміз керек қой мысалы, 149 орын деген не деген масқара біз? Нигерия, Сомали дей ма, бір бөлесін Алжир дей ма, сояқтың бірдеме артында тұр екенбіз да мысалға. Осыған адам намыстанбай ма мысалға? Жарылып кетпей ма мысалға? Бір реакция жоқ. Ол әшейін қатарда айтылды да қойды, сонымен кетті деген сияқты әңгіме да. Сондықтан қарным ашады. Негізінде баспасөз күні деп мысалға келе жатыр ғой баспасөз күнінің алдымызда. Осыны бір мереке сияқты қылып шулатып өткізеді да. Негізінде енді кәсіби күн ғой негізінде. Ол мереке ма, мереке емес пе, білмеймін оны. Бірақ мереке егер бәрі тамаша болса, онда мереке бола берсін. Мен қарсылығым жоқ. Бірақ баспасөз күні дегеніміз тек қана журналистерге сый-сияпат жасау, марапаттау, пәтер беру деген нәрсе емес қой. Дәл осы баспасөз күнінде ол үкіметтің деңгейінде болсын, президенттің деңгейінде болсын, бір жиналыс болу керек кем дегенде. Осы біз не істеп жатырмыз, өз баспасөз күніне атап өтеміз. Біздің өзі ақпарат құралдарымыз деңгейі қандай, Қазақстанның журналистикасының деңгейі қандай өз деген мәселе талқылану керек қой мысалы. Бір рет талқыланған естіген емес. Біздің министрлік бұл ақпарат құралдарын бақылаушы ұйым. Ол ұйымдастырушы ұйым ғана емес ол бақылаушы ұйым. Тікелей төбесінен төніп отырған бейт бақылаушы ұйым. Олай болмау керек. Егер сіз бақылайтын болсаңыз, онда жасаңыз. Бақылау әркімнің қолынан келеді. Ананы істеме, мынаны істеме, ананы алып таста, мынаны кесіп таста деген нәрсені кез келген ақымақ айтады. Егер сіз жақсы басшы боласыз ба, сіз өзіңіздің қарамағыңызда бүкіл ақпарат құралдарын бәрін гүлдендіріп жіберуіңіз керек. Оның жолы көп. Бізде енді жұмсақ авторитаризм бар бәрібір. Оны билік мойындаса да, мойындамаса да сол. Енді сіздің жұмсақ авторитаризміңізге кішкене осы да әйтеуір жобаға келетін бір зерме жасап қоюға болады да. Мен бір сізге айтайын. Бізге бейтарап ақпарат құралдары керек Қазақстанға қазір. Өте бейтарап ақпарат құралдары керек. Және ол үшін мысалы кем дегенде бір ең басты неден шығады ол. Ертең құрылтай құрылады. Құрылтай құрылады, жұмыс істейді, 145 депутат па, 150 ма депутат жиналады. Содан кейін сол құрылтай өзі Қазақстанның ақпарат құралдарына берілетін ақшаны өзі белгілеу керек. Өзі белгілейді және өзі бақылайтын сондай бір жүйе жасап қою керек та. Сонда ешқандай министрлік болмайды. Министрліктің қажеті жоқ ол кезде. Сол бүкіл партиялар, жаңағы биліктің партиялары болса да мейлі ету. Барымыз сол ғой, басқа не істейміз енді. Сол партиялардың өкілдеріне шығып, әрқайсысы сайлайды, мысалға да 5 адам ана партиядан, 5 адам мына партиядан деген сияқты шығып, бақылаушы ұйым құрып қоюына болады да. Жаңағы өкімет ақшаны береді, бөледі. Мысалға Қазақстанның баспасөзіне биыл уақытқа 1 миллиард теңге керек дейік мысалы үшін да.
Өкімет қазір не істейді? Алады да мынау хабарға, мынау ұлттық арнаға, мынау саған да бәріне бөліп бере салады. Ол бөліп беру деген сөз, ол жерде жемқорлық та бар деген сөз. Ол жерде таныс тамырлық та бар деген сөз. Ол былайша айтқанда өкіметтің біздің ортақ бюджетіміз ақшасын шашып тастау ғана. Ал егер осыны жаңағыдай тәуір баспасөз қалыптастырамыз десек, онда құрылтай өзі осындай нәрсені қолға алу керек та. Бір баспасөзге арналған қорашама бірдеме істеуіне болады деп ойлаймын. Сөйтіп, мысалға негізгі басылымдарға, мысалға тіптен жоқ дегенде 3-4 басылым жасап қойға болады да. Өте сүйекті материалдар жасайтын, өте халыққа қажетті материалдар шығаратын бір 4-5 медиа жасап қойына болады. Мысалы, азаттық отыр ғой қазір. Мен осыны азаттықта істеп кеткенге айтып отырмын. Осы тәжірибені өзімізге қолдануға болады ғой. Ол үшін жаңағыдай тәуелсіз ұйымдардан адамдар шығарады. Мысалға, мен айтып тұрған жоқпын, депутаттар бәрін бақылайды деп. Бірақ ақшаны парламент бөлу керек. Үкімет парламентке ақшаны береді, деп. Ары қарай қай баспасөзге қалай беретін парламент шешу керек. Ал олар өздері комиссия құрады. Ал ол комиссияға тәуелсіз адамдар келу керек. Ол депутат болу шарт емес. Тәуелсіз журналистер барып отырады да, жақсы, біз 100 миллион маған береміз, 100 миллион маған береміз. Сіз программаңызды ұсынасыз, бірақ билеттің алдында. Не істейсіз маған биыл? Қандай нәрсе ұсынбақшысыз өзі деген нәрсені комиссия сұрайды. Сіз барып айтасыз, мен мынандай нәрсе істеймін. Ал ол жерде тәуелсіз журналистер болатын болса, айтады бірден. Мынауыңыз жарамайды, мынауыңыз жарайды. Сол кезде көресіз, қазіргі отырған жаңағы миллиардтар алып отқан баспасөздің көбісі жарамай қалады. Бәсеке пайда болады осындай кезде. Сапа пайда болады. Бәсеке пайда болған жерде бәрі арға жүреді. Ал енді қазіргі уақытта былай қарап отырсаңыз, тағы бір нәрсе бар да, жемқорлық. Баспасөздегі жемқорлық деген мәселені зерттеп жатқан адам көрген жоқпын мен мысалға. Оны бәрі біледі мысалға. Сіз журналистсіз ғой, мысалы, сіз де білесіз, қай жерде шамамен не жеп қоюға болатынын әркім біледі деп ойлаймын. Мысалға, кейбір үлкен телеарналарды басқару бір облысты басқарғаннан да жақсырақ деп есептейтін адамдар бар. Бір облыстың әкім болғаннан көрі бір телеарнаны басқарған әлдеқайда жақсырақ. Өйткені мен жеу тұрғысынан айтып отырмын. Өйткені ол жерде жеуге мүмкіндік өте көп. Мен кінәлап отырған жоқ, мысалға ана жеп қойды, мынау жеп қойды деп, мен осындай мүмкіндік барын ғана айтып отырмын да. Құдай сақтасын, мен біреуге жала жабайық деген ойымыз жоқ. Бірақ жейін деген адамға мүмкіндік өте көп. Ал оған жол бермеу үшін не істеу керек? Оған жол бермеу үшін жаңағыдай парламенттің өзі қарайтын болу керек. Мысалы, кімге қанша ақша кетті, және соған парламентке есеп бересіз. Сіз бір адамға, бір министрге есеп беріп отырмайсыз. Осындай нәрселер жасап қоюға болады ғой. Енді сол жемқорлықтың алдын алуға да жақсы. Қараңызшы, тағы бір нәрсе, журналистердің құқы деген мәселені атақтым мысалға да. Қазір кез келген басылымға барыңыз, телеарна болсын, газет болсын, басқа болсын, оның журналистері өздерінің жұмыс істеп жүрген жерінде өкіметтің қанша ақша бөлінгенін білмейді. Мысалға. Ол тіпті білген күнде, мысалға тіпті жарайды, өкіметтің сайтынан бірдемеден көріп алды дейік, мысалға пәленбай газетке 100 миллиард теңге ақша бөлінді дейік. Ал ол ары қалай жұмсалып жатқанын білмейді ол. Қайда кетіп жатқанын білмейді. Осыған да алдын алуға болады, бұны да алдын алуға болады. Шынында да бұл өте жақсы практика болар еді деп ойлаймын да, егер жаңағыда парламенттен құрылтай ертең осылай жасайтын болса, сосын оған тәуелсіз ұйымдарды шақыратын болса, тәуелсіз ұйымдар қарап, біз мынаған береміз, жақсы бірінші жыл бересің, бірақ келесі жыл сұрайсың одан кейін. Сұрау басқаша болады. Осы жемқорлық мәселесінде тоқтатуға болады деп ойлаймын. Яғни баспасөзге еркіндік берсеңіз, баспасөздің өзіндегі жемқорлықта тоқтайды. Еркіндік пайда болады, сосын ол экономикаға да пайдасы тиеді, басқаға да пайдасы тиеді. Соңғы уақытта журналистерге қысым күшейді деген пікір расымен де жиі айтылып жүр. Сіз журналист ретінде айтыңызшы, бір сөз бостандығын көбірек сезіндік дейтін кезең болды ма өзі? Журналистерге қысым күшейді деген әңгімені мен естіп жатқаныма қазір саналы ғұмырдың бәрін естіп жатырмын. Саналы ғұмырымыз бер жағында өтті ғой, 90-шы жылдар бері. Жаңа шекарасыз репортерлер ұйымы бар ғой, соның бір 2010 жылы, айтпақшы мынандай мәселе, 2010 жылы Қазақстан ОБСЕ-ні басқарды, төраға болды. ОБСЕ бұл енді демократияның ошағы, былай қараған кезде, соны тарқатып отқан жер, олар Қазақстанда демократия болмаса, соған төраға бола алмайсың да. Бірақ соған төраға болды Қазақстан. Біз өйтеміз, бүйтеміз, отқа басып үйтеміз, демократия орнатамыз деп төраға болды. Бірақ бір жыл, 2 жылдан кейін Қазақстанның жаңағыдай сөз еркіндігі бойынша Қазақстанның баспасөзі
189 ма сондай орында тұр. Сонда жаңа ОБС сұрады, сендер кеше уәде беріп өттіңдер, орындамадыңдар ғой деп ше. Яғни біз уәде халықаралық ұйымдарға уәде беріп тұрып та, ол уәдемізді орындаған мемлекет емеспіз. Бізде үнемі қысым, өйткені саяси жүйеміз сол, 95 жылдан бергі жүйеміз сол. Енді әсіресе 2000 жылдарды айтпай қойық, 2008-ден кейін қысым өте қатты күшейіп кетті. Бірде қатты күшейді. Оның алдында сәл-пәл болса да еркіндік болатын. Енді осыны таратып айтып берейін сізге. Енді мысалға мен баспасөзді қарадым кезең кезінде, сонда 90 жылдардағы баспасөз бен 85 жылдардағы баспасөз салдырсаңыз, айырмасы жер мен көктей екеуі. Өте сұрқай, 85, оның ар жағы 70 жылдарға мысалы өте сұрқай. Тек мына мәліметтерді ғана береді, және коммунистік партияның жетістіктерін ғана айтады. Мынандай істеген болды дейді, бітті. Еш қызық нәрсе жоқ. Бірақ соның үшін өзіңіз енді бүйтіп тауып болады кейде арасында. Бірақ саяси әңгіме болмайды ол жерде мүлдем. Ал енді 90 жылы әсіресе 85-тен кейін қайта құру келді ғой. Қайта құру, қайта жасау бәрін демократия деп ұрандады. Сол кезде баспасөз өзгере бастады. Қазақстан баспасөзі өзгерді. Енді бір қатты өзгерісін айтайын сізге. Ол 90 жылы, 89 жылы бізде қазақ тілі қоғамы құрылды Қазақстанда. Алғаш рет Қазақстанда қазақ тілді қоғам құрылды деген нонсенс қой негізінде. Бірақ сондай қоғам құрылды, өйткені бізде тіліміздің жағдайы өте мүшкіл болатын өзде, шынымен де. Сосын қазақ тілі қоғамның қазақ тілі ана тілі деген газеті құрылды. Мысалға да сол 90 жылдары ана тілі газетінің тиражы 300-ден асып кетті. Қазақстан енді сұмдық қатты оқыды ол газетті. Бәрі сол газетті оқитын. Социалист Қазақстан шығып жатыр, Лениншіл жас шығып жатыр, өкімет ақша беріп жатыр. Ал бірақ ана тілі тек қана ұйымның, тәуелсіз ұйымның ақшасымен шықты сол кезде. Ал оның тиражы қандай кетті. Бүкіл халық ана тілін күтіп отырады. Былай қарасаң, кішкентай газет, ешкім емес, бірақ солар ресми газеттің жазбаған нәрсесін жазды ғой. Сонда ресми газеттерден өтіп кетті. Енді соның аржанда құрылтайшысы отырған қазақ тілі қоғамы, қоғамның ақшасы, ол мемлекеттің ақшасы болған жоқ өзде оған беретін. Міне осындай еркіндік келді. Одан кейін 91 жылы ГКЧП болды дедік қой, төңкеріс. Сол кезде коммунистік партия құлады, ГКЧП бітті, артынша коммунистік партиясы құлады бірден. Назарбаевтың өзі бастап шығып кетті коммунистік партиядан. Мен кеттім коммунистік партияның жерге шұқыр көрсін деп айтқан өзі тұғын. Қалай айтты, солай қазіргі егемен Қазақстан шекесіне жазып қойды. Бұрын Қазақстан коммунистік партиясының газет деп жазылып тұратын тұғын. Коммунистік партия тарқады, бірден алды қоғамдық газет деп жазып қойды. Қоғамдық газет деп жазып қойды шекесіне. Сөйтіп, ана газеттің еркіндігін көрсеңіз таң қаласыз. Адам танбайды деп өзгеріп кетті. Өйткені өкіметке бағынбайды. Өкіметтен ақша алмайды. Сөйтіп, қоғамдық газет болып, бірақ сол кездегі не ғой? Енді әрі ақша түсе береді деп ойлап қалған болуы мүмкін. Ақша түспей қалды ғой. Ақша керек қой бәрі. Соны шамалы уақыттан кейін жәмен өкімет қайттан өзіне ақша беріп отқаннан кейін өкімет өзіне алады ғой. Сөйтіп ол қайттан сол жаңағы биліктің газеті болып шыға келді. Сөйтіп сәл-пәл өзгерді. Ал сол кезде қараңыз 91 жылы қыркүйек айында Оралда қазақтардың көтерілісі болды. Қазақтар мен қазақтардың арасында қақтығыс болды. Сол кезде егемен Қазақстан газетінің ұжымы митингіге шыққан. Сіз ойлаңызшы қазір егемен Қазақстанға барып митингіге шықты деп айтса жындысыз ба дейді ғой мысалға. Мүмкін емес қой, қазір ресми газет болсын, ресми ақпарат құралдары митингіге шығу ол мүмкін емес нәрсе. Ал олар шықты сол кезде. Және өздерінің талаптарын қойды өкіметке ше. Біз мынандай осындай қазақтарға сазайын тарттыруды талап етеміз деп егемен Қазақстанға сол кезде жазды. Міне еркіндік дегеніңіз сол болатын сол кезде ше. Мен енді еркіндіктің керемет мысалды тұрған жоқ, бірақ сондай еркіндіктің нышандары болды бізде. Енді ол басқаларға да әсер етеді ғой. Сол кездегі кейін Лениншіл жас алаш болып құрылды. Олар да еркін сөйлей бастады, әлдеқайда еркіндік пайда болды. Бұл еркіндік сізге айтайын, сол 2000 жылдары жақсы бір тенденция қалыптасты. Қазақ баспасөзіне, мәдениет қайраткерлеріне, өнер қайраткерлеріне, бәріне қоғамдық ұйымдар, бизнесмендер кәдімгі сый-сияпат жасайтын болды. Тарлан деген сыйлық беретін болды, жылдай беретін. Бір сыйлық мысалға сол кезде $5000 жиналатын журналистер. Ішінде соны кім бар ұйымдастырып жүрген Болат Абилов болады сол кезде.
Вот әбіл бұл кезде белгілі бизнесмен, бүкіл бизнесмендер ішінде абыройы бар, беделі бар, өз сияқтылардың бәрін шақырады да, бүкіл бизнестің өкілдерін шақырып әкеп, жаңа журналистердің, мәдениет қайраткерлерімен бірге отырғызып қойды ғой. Идея сол болатын бұл кезде. Біз осыларды бір-бірін тану керек, бір-бірімен араласу керек. Бизнес пен мәдениет, өнер бір-бірін тану керек, араласу керек. Журналистика да сондай. Сөйтіп бәрін қосты ғой, сөйтіп үлкен не жасайтын, салтанатты жиын өткізетін, сөйтіп тәуелсіз комиссия құратын. Сосын енді анау журналистерге сыйлық беру керек қой. Тәуелсіз комиссияға болады ақша, болады объекттердікі, бизнестікі. Бәлем бизнесмен ақша қосады ғой. Ортақ қазанға салады мына жерге. Бірақ ақшаны кімге береді деген нәрсені өздері шешпейді олар. Тәуелсіз комиссия құрылады, сіздер анықтаңыздар кімге берейік. Сосын солар айтады, мына осындай басылымда мынандай журналист бар, мынандай мақаласы үшін оған осындай сыйлықты беру керек деп. $5000 сыйлық алатын. Сізге айтайын, 2000 жылы $5000 2000 жылы $5000 95 жылғы машина алуға болатын. 95-96 жылғы машинаны алуға болатын, сатып алуға. Және одан да тәуірін сатып аласың сол кезде. Сондай өте бір құнды сыйлықтарды беріп тұратын, бағалы сыйлықтарды беріп тұратын тәуелсіз ұйымдар бұлар. Сол кезде тәуелсіз баспасөз кәдімгідей жақсы жұмыс істейтін. Енді біртіндеп олар да жойылды ғой. Өйткені бизнес қысып тастады. Егер сіз саяси мәселе көтеретін баспасөзге демеуші болсаңыз, онда сіздің бизнесіңізді басқа жерден қырқатты. Осындай жасатты, сонымен бәрі тоқтап қалды ғой. Қазір сонда бізде бейтарап бұқаралық ақпарат құралдары мүлдем жоқ па? Енді қараңыз, осы әңгімені айтып отырған кезде Азаттықтың сайты жабық тұр ғой қазір. Сайт жабық тұр, ашылмайды. Жоқ қой. Енді бейтарап дегеніміз не? Тағы бір нәрсені келейік та, мысалға, қалай бейтарап болып қалуға болады? Егер мысалы үкімет ақша берсе, ол қалай бейтарап болады деген сұрақ туады. Маған айтуы мүмкін, мынау қияли әңгіме айтып отыр ғой, үкімет ақша береді де қалай бейтарап қылмақшы деп. Жоқ, үкімет ақша бермейді. Үкімет ақшаны құрылтайға береді. Құрылтай өз комиссия, тәуелсіз комиссия құрады да, есепті тек қана тәуелсіз комиссия парламентке береді. Ақшаны грант ретінде береді баспасөздерге. Сосын олар үкімет оны тікелей өзі бақылай алмайды. Оны тек қана тәуелсіз комиссия бақылайды. Бірақ құрылтайдың өзі билікке тәуелді ғой. Жоқ, енді заң бойынша тәуелді емес қазір. Мен оны заң бойынша айтып отырмын. Енді білеміз, енді партиялардың қалай сайланатынын бәрін. Құрылтайдың өзі сосын шектеу қоймаймын. Жоқ. Жақсы критерийін жасап қоюға болады. Егер сіз, мен түсініп отырмын сізше, егер біз дұрыс мемлекет құрамыз десек, шамалы демократиялы, өскен, өркендеген мемлекет құрамыз, елімізді кішкентай жөндейміз десек, осы парақорлығымызды тоқтатайықшы, жеп болдық қой осы деп дейтін болсақ, онда осындай нәрсені жасауға болады да. Өте қарапайым нәрсе ол. Сондай фонд жасайсың, тәуелсіз комиссия құрасың, содан кейін 4-5 басылымды тіптен қаржыландыруға болады да, үкіметтің ақшасымен. Мен түсінемін бір нәрседен. Үкімет қаржыландырған нәрсе оңбай қалады деген, бәрі бүйрек ұрып кетеді деген. Олай емес, олай болмайды. Жаңағыдай тәуелсіз комиссия бәрін қарап отырады. Және кім соған лайықты жұмыс істеді, келесі жылы сол ақша алады. Енді бейтарап деген тағы не үшін керек бұл жерде? Қараңыз, қазіргі уақытта журналистік жасалып жатқан қысымның көпшілігі неден? Жалған ақпарат таратты дейді. Жалған ақпарат дегеніміз не? Оны өкімет өтіп қисынын тауып, мынауың жалған ақпарат деп айтады. Ал бейтарап ақпарат құралында жалған ақпарат болмайды. Болмайтын себебі оның редколлегиясы соның бәрін қарап отырады. Оның сіз бәрін салыстырмалы түрде жасайсыз. Мен Азаттық радиосында жұмыс істеген өзім тәжірибемді жақсы білемін. Ол жерде отырып, Азаттық радиосында отырып жалған ақпарат тарататын болсам, мен таратқым келсе де тарата алмайды екенмін. Өйткені себебі мен үстімнен қарайтын 4-5 адам бар да. Бәрі лупамен қарап отырады. Бәрі сен қашан мақалан келген кезде лупамен қарап, мынауыңыз шамалы шындыққа сәйкес келмейтін сияқты, осыны түзеп қойыңыз дейді, бітті қайта жібереді. Егер ол түземесе, ол қызметінен кетеді. Ол солай жасап қойған. Сондықтан Азаттық радиосында мысалға жалған ақпарат бір көрінеу қателікпен кетіп қалмаса, былайша кетпейді. Ал енді осындай принциппен неге Қазақстанда жасап қоюға болмайды? Егер сіздің шынымен де баспасөзіміз дамығанын қалайтын болсаңыз. Оны жасағыңыз келмейді, өйткені ол билікке тиімсіз. Журналистер күнінде қазір сый-сияпат таратады ғой енді. Жылда таратады, болып жатқан нәрсе, біреу қуанады, біреу ренжиді оған, біреу қызғанышпен қарайды, біреу қызғанбаңдар деп айтады. Мен бәрін түсінемін адам ретінде да. Бірақ бір нәрсе бар да, біріншіден әрине журналист ондай сый-сияпат алуында болмайды. Ол журналистика этиканың басты мәселесі сол енді. Егер алсаңыз, сіз оны сынай алмайсыз, оны ол туралы жаза алмайсыз, теге оны тек қана дәріптеуге, мақтауға тура келеді. Ал енді бізде қазір сый-сияпат қалай таратады мысалға? Үкімет қайт таратып отыр. Күзде Нұрсұңқар деген береді, Нұрсұңқарда жоқ қой, қазір бітті ғой барлығы. Қазір аманат да бітті қазір. Тағы бірдеме тауып алады ғой, ертең әділеттің сыйлығын тауып алады.
Сондай бір өздері сыйлықты өздері белгілейді де, өздері тағайындай береді. Үркер, тұмар. Иә, үркерде, тұмарда, оны білеміз шет жағасында қалай тағайындалады. Оны министрлік іріктейді, сосын президент әкімшілігі іріктейді. Кім іріктеп отырсын да оны? Сіз егер осының бәрінен іріктеуді өтіп, мен бәрінен озат болдым, енді маған жаңағыдай пәтеріңізді беруге міндетсіз деп айтса, мен түсінемін ол кісіде. Иә, ол кісіге беру керек деп айтамын. Олай жоқ қой қазір. Қандай критерий бойынша кімге қандай үй беріп жатырмыз? Ұзақ көп жыл жұмыс істеген үшін дейді. 30 жыл баспасөзде жұмыс істеген үшін бере салады. Иә, біз құрметтейміз, иә, қарапайым еңбек адам деп айтамыз ғой. Бірақ журналистика ол үшін емес қой. Журналистика ең мықты материал үшін ғана беріледі журналистикада жүлде. Сондықтан айтып отқан жалпы жүлде беретін болса, оның барлығы тәуелсіз комиссиялар арқылы, тәуелсіз ұйымдар арқылы берілуі керек. Ол министрліктің мынаның әкесі жақсы, мынаның көкесі жақсы деген сияқты әңгімелермен емес. Ондай жемқорлыққа баратын нәрсе шындап келген кезде мүлдем болмайды деп ешкім айта алмайды ғой. Сондықтан барлығын тәуелсіз комиссияның шешіміне тапсыру керек. Яғни билік тарапынан берілетін марапат, мемлекеттік сыйлықтар немесе әлеуметтік қолдау журналистің тәуелсіздігін шектейді. Шектейді міндетті түрде. Шектеген емес, тіптен соған ынталандырады. Сен тәуелсіз болма дейді. Сен тәуелсіз болма, тек қана мені мақтай бер, таңнан кешке шейін дейді. Болды, сосын саған береміз келесі жыл. Келесі жыл болмаса одан кейін аласың дейді. Ол бүгін біреудің алып жатқан көрген журналист, ол үндемейді. Өйткені ананың қалай отқанын көріп отыр ғой. Сол келесі жыл аламын деп соған ынталанады. Билік пен журналистің арасындағы кәсіби дистанция қандай болу керек? Жақындамау керек бір-біріне. Мүлдем. Шай ішуге болмайды. Биліктің адамдармен отырып шай ішсең, олар туралы жаза алмай қаласың. Шай ішуге болады, тек қана зерттеу мақсатында, жаңағыдай кейбір мәселелерді анықтау мақсатында отырып шай ішуге болатын шығар, бірақ олармен әмпай-жәмпай болуға, олармен дос болуға, бірге жүруге, бірге барып сыр ашуге, қатар отыруға болмайды. Егер сіз олай бірге отырып қойған болсаңыз, онда сіздің мүддеңіз олармен қабысып кетуі мүмкін. Ол белгілі нәрсе, ол өте қарапайым нәрсе ол. Енді жұрттар ойлауы мүмкін, сонда биліктің баспасөздің мақсаты тек қана билікті ұра беру, сынай беру деген ба деп ше? Олай емес ол. Егер сіз кез келген нәрсені шынайы жазатын болсаңыз, ол өзі көрінеді бәрібір ше? Сіз жақсы нәрсені жазсаңыз, ол көрінеді бәрібір. Сіз кейбір сыни мәселелерді қараған кезде, айтып отқан бейтарап мәселе дегенде былай. Егер баспасөз бейтарап болатын болса, ол мына жағына сыни көзқараспен қарайды. Бірақ екінші жағына да сөз береді ғой. Үкіметке сөз береді. Сіз айтыңызшы не істегеніңізді осы уақытта дейді да. Үкімет айтады, мен мынанша квадрат метр үй салдым дейді. Мен мынандай нәрсе салдым, сендер көрмей отырсыңдар дейді. Мынау айтады, салған жатсың, сен мына жаққа беріп тастадың дейді. Шындық шығады ғой, сөйтіп көрінеді ғой. Егер сіз шынымен де жасап отқан нәрсеңіз болса, ол көрінеді бәрі. Ол көрінбей қалады деген әңгіме жоқ. Сондықтан бейтарап баспасөз алады да ертең төбемізді ояды деген әңгіме болмау керек. Егер билік шынымен де ынталы болатын болса, бірдеме өзгертуге, онда осындай нәрсе қалыптастыруға қорықпау керек одан ше. Азар осы бір-екі тәжірибесіз. Бұл жасауға болады деп ойлаймын. Бүгінде қазақ медиасының зерттеуге батылы жетпей жүрген қандай тақырыптар бар? Тақырып көп. Жемқорлық деген тақырып қой. Негізгі кедергі бізге былай ғой, енді әлеуметтік мәселені жазады әркім деген, оған пәленде шектеу жоқ. Негізінде саяси мәселелерге соқтыратын, саяси экономикалық мәселелерге соқтыратын жайттар зерттелмейді. Оны зерттесеңіз бітті, сайтыңыз жабылып қалады, каналыңыз жабылып қалады деген сияқты. Сондықтан ол тақырып жабылып бізде. Өйткені оны зерттей берсе, таяқтың ұшы барып үкіметтің айналасына тарсылдатып тие береді. Өткенде жазды ғой, былтыр ма, алдыңғы жыл ма Азаттық радиосына шықты, Манас Қайыртайұлының мақаласы шықты. Недегі Эмираттағы Біріккен Араб Әмірліктеріндегі қазақстандық шенеуніктерден алған пәтерлер деген шықты. Қандай реакция болды сол кезде? Ешқандай реакция болған жоқ. Қай күні сол апарып Иран соны атқылап еді. Ой-бой, ананың бәрі қайтарып өктеп отқан кімде? Ол тағы біздің депутаттар ше. Кезінде реакция бермейді, ешқандай, оны арғы тексермейді. Ал арада өтіп кеткеннен кейін қайтару керек ана пәтерлерді деген сияқты әңгімелерді айта салады. Бұның бәрі уақытында бағалану керек қой. Әйтпесе сол Манастың зерттеуі мысалға адам шошитын нәрсе ғой негізінде. Қарап отырсаңыз, бүкіл билікте болған адамдардың барлығы сол шетелден пәтер сатып алып қойған. Мен бәрі арам жолмен сатып алды деп ойлаймын. Мүмкін адалмен де алғандар бар шығар, оны анықтау керек қой. Егер адал болса, адал деп айтуымыз керек. Ол тақырыпты зерттеуге болмайды мысалға. Жоқ қой ондай нәрсе зерттелмейді. Енді қараңызды, егер осындай нәрсе жазылмайтын болса, айтпақшы мен қызық бір мақала оқып қалдым. Қазір бәрі ешкім газет оқымайды,
бәрі YouTube көреді, тіпті телевизорда көрмейді деген сияқты әңгімелер айтылады да. Неге көрмейді? Өйткені халық анау болмайтын нәрсемен әуестеніп кетті дейді. Бар осындай пікірлер. Шынымен де солай негізінде. Өйткені газетіңізді оқитын ештеме жоқ болса, несін оқиды? Ал жаңағы жазған мақаланы жазған автор бүйтеді, халықтың бұл абыройына нұқсан келетін нәрсе, сондықтан халық оқу керек бізді дейді да. Сонда сіз қайтып күштеп оқытпақсыз осында? Сіздің өзіңіздің жаман мақалаңызды сонда халық күштеп оқу керек па? Сіз жақсы жазсаңыз оқиды. Егер сіз зерттеуді, шынайы зерттеу жазсаңыз, ол оқиды мысалға. Және жаңағы автор өзі қаттан қалады. Мысалға дейді, әлеуметтік желісі бізден артық дамыған, интернеті бізден артық дамыған шетелдерде мысалға Жапонияны алады, Европаның бір елдерін алады да. Газеттер таралып жатыр дейді, пәленбай тиражбен таралып жатыр. Алып жатыр ғой соның халқы дейді да. Олардың халқының намысы бар дейді. Ал біздің халық оқымайды дейді. Біздің халықтың намысы бар, бірақ сен оқитын нәрсе жоқ оның ішінде. Журналист ретінде кімнен сұхбат алғыңыз келеді? Мен Назарбаевтан сұхбат алғым келеді негізі. Не сұрар едіңіз? Оны мен журналист ретінде емес, солай ретінде жаңағы қилы кезеңді зерттедім де, және өзім қызығушылығым көбірек болды осы тақырыпта. Сондықтан мен Қазақстанның саяси тарихын зерттеуші ретінде сол кісінің көп пікірлерін өзінен сұрағым келеді да. Және сол кезде өмір сүрген, сол кезде қызметте болған, Назарбаев айналасында жүрген адамдармен сөйлескім келеді бәрімен сөйлескім келеді негізінде. Қызметте жүргендермен. Бірақ олар сұхбат бермейді ешқайсысы. Мен шет жағасын көрдім, бәрі қашады. Бәрі қашады, өйткені таза емес қой арты. Көбісінің арты, мен бәрінде топырақ шашпай ақ қоямын, бірақ көпшілігінің арты таза емес қой. Бірдемен айтса, артынан басқа нәрсе шығып тұрады. Сондықтан бәрі көрпесін жамылып алып үйінде жатыр қазір. Олар айту керек қой. Айтпаса да бәрі зерттеп тауып аламыз ғой кейін. Қилы кезеңді бастадыңыз. Ал дәл қазір қандай кезеңде өмір сүріп жатырмыз? Әлі де шамамен сол кезең ғой біздің. Бұл енді қилы кезең деген жалпы атауы, бірақ біздің қилы кезең өзі саяси тарих деп айтып отырмын ғой. Сондықтан саяси жүйеміз әлі сол. 95 жылдан кейін бір жолға түсіп алдық, сол жолымен қазір сатылдатып ұрып келе жатырмыз. Енді президентіміз айтып отыр ғой, түзеймін дейді, күзеймін дейді, бірдеме жасап жатырмын дейді. Енді оның нәтижесін аса сезініп отырған жоқпыз мысалға. Сыншыл көзқараспен қарасақ, мүлдем сезбей отырмыз деп те айтуға болады. Енді жай түсіністікпен қарайық, біртіндеп уақыт келетін шығар десең, оған да пәленде ештеме көріп отырған жоқпыз. Сондықтан біздің кезеңіміз сол кезең әлі. Сол бір саяси бір батып қалған батпақтан шыға алмай жатырмыз бұл кезде. Бір халық сүйсінетін, халықтың өзі бір жақсы қабылдайтын, ынты-шынтысымен кірісетін нәрсе болмай тұр қазір. Кеше саяси партиялар біреу бірігіп жатыр, біреу қосылып жатыр, біреу орнынан алып жатыр. Оның бәрінің қайдан шығып жатқанын бәрі көріп отыр. Халық ақымақ емес қой осының бәрі. Халық сендіретіндей тірлік жасау керек қой. Халық сенбейді. Халық сенбегеннен кейін өте қиын болады. Ол болашағы бар деп ойламаймын ондай дүние. Мен кішкене осыдан сескенемін. Жақсы. Уақыт бөліп сұхбаттасқаныңыз үшін рахмет. Сізге рахмет. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Жүз медианың ақ студиясында келесі жүздескенше жүзіміз жарқын болсын.